Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода біздер Zoom қосымшасына компьютер арқылы кіреміз, және де Zoom қосымшасын компьютерге жүктейміз, және сол арқылы біздің алғашқы конференцияға кіретін боламыз. Ең алдымен кез келген браузерға кіреміз, және де поисковикке былай жазамыз. Ең алдымен бізге Zoom қосымшасын жазуға керек. Міне Download Center, яғни ресми парақшасына кіреміз. Міне біріншіден загрузить тұрады. Осыған басасыздар. Менде оның алдында бірнеше жазылған. Сіздер үшін қайтадан жазып жатырмын. Бар болғаны 11 мегабайт. Жазылып болғаннан кейін тура басамыз жазылған жерге. Міне, яғни жүктелу басталды. Жүктеп жатырмыз. Көп уақыт алмайды. Мінекей 5 секунд ішінде жазылды. Міне, яғни біздерде қазір тікелей регистрация жасайтын боламыз. Зарегистрироваться бесплатно. Сіздерді деген сайтқа лақтырады. Көрдіңіздер, рабочий адрес электронной почты, яғни жұмыс жасап тұрған почтаны жазасыздар. Регистрация. Міне, осы почта арқылы сізге хат жібердік деп жазылып тұр. Осы хатты тексеру үшін менде Gmail болғандықтан мен Gmail почтасына кіремін. Войти. Бірнеше аккаунт бар. Біздің аккаунт жаңағы ашылған. Міне, ең бірінші келіп тұр Zoom. Осы жерде де өте маңызды. Активировать учетную запись. Тура басамыз. Яғни міне, осы жерде регистрация жүреді. Атыңызды, пароль, ең маңыздысы пароль жасаған кезде пароль басты әріппен басталу керек, бас әріппен, және де міндетті түрде парольдің ішінде сандар болу керек. Осыны ұмытпаңыздар. Міне, жоқ. Бұны осы жерде пропустить это шаг деп басамыз. Содан кейін перейти к моей учетной записи. Міне, сіздің аккаунтыңыз дайын. Енді Zoom приложениесін ашамыз. Жаңағыны жүктеп алған. Осы жерге жаңағы электронды адресіңізді жазасыздар. Және жаңағыны ойлап табылған парольді да осы жерге жазасыздар. Тағы да қайталап өтем, пароль бас әріптен басталу керек, және де ішінде міндетті түрде сандар болу керек. Кіреміз. Міне, бізде кірдік Zoom-ға. Міне, келесі сұрақ туындайтын
курстарға қалай кіреміз? Курстарға кіру үшін біз сіздерге идентификаторлық номерларды береміз, жеке жазып, сіздер соларды енгізу арқылы біздің конференцияларға, яғни біздің онлайн курстарға кіріп оқи аласыздар. IT батырмасын басамыз. Міне осы жерде идентификаторлық номер керек. Ол міндетті түрде тек қана конференцияны жасаған адам бере алады. Менде дайын сіздер үшін ашылған конференция бар. Маған видео мен дауыс қажет емес. Мен еркін түрде кіремін. Міне, құттықтаймыз. Біздің жасалған конференцияға кірдік. Осы жерде 2 адам. Яғни қараңыздар. Бұл жерде яғни участники деген батырманы бассаңыз, сіздер міне көре аласыздар 2 адам отырған конференция, және де қолдарыңызды көтере аласыздар кәдімгі сабақ ретінде. Одан бөлек бұл жерде функциялар өте көп. Чат батырмасы арқылы сіздер басқа студенттермен және де мұғаліммен сөйлесе аласыздар. Файлды да жүктей аласыздар. Тыңдағандарыңызға және де көргендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.